Бүгін орама нанды мантоваркада емес, духовкада дайындаймыз. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Ең алдымен қамырымызды дайындаймыз. Тұз, жұмыртқа, салқын су құйып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Жұмсақ қамырымызды илеп 20 минутқа бұқтырып қоямыз. Қамырымызды қойып, салмасын дайындаймыз. Етімізге картошка, морковь, жуа саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. 20 минут тұрған қамырымызды алып, жұқағып, жайып шығамыз. Жұқалап жайып алып, үстіне сары майды жағамыз. Оның үстіне салмамызды салып, жайып шығамыз. Салмасын салып, орама нанымызды ораймыз. Орама нанымызды орап дайындап алып, формамызға салып, бетіне жұмыртқа жағамыз. Оның үстіне кунжут себеміз. 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Орама нанымыз қызарғанша пісіреміз. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет.